Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқырмандарым, тағы да біздің үйде интернет өзінен өзі өшіп қалды ма, түсінбей қалдым. Тікелей эфирім өзінен өзі өшіп қалды. Сондықтан кешірім сұраймын техникалық себептерге байланысты. 5-20 минут кетейін деп қалыпты. Онда енді бағанағы эфирімді сақтап үлгерген сияқтымын, бірақ та сақталды ма, сақталмады ма сенбей отырмын. Сол себептен тақырыпты қайтадан бастауға тура келеді. Қатып қалды да өшіп қалды сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз қарыздан құтылу установкасы. Қарыздан құтылу установкасы деп аталады. Жалпы осыны айтпас бұрын, бастамас бұрын тағы да хабарландыру айтып кетейін. Күнделікті сағат 17:00 шамасында мен күнделікті тікелей эфирден шығып, сіздерге қажетті болатын, пайдалы болатын өзімнің практикаларымнан бөлісемін және ілімдермен, ақпараттармен бөлісемін. Түрлі өздеріңізге қажетті дүниелерді алып, өздеріңіздің өмірлеріңізді дамытуға себеп болсын деген ниетпен. Сол себептен күнделікті осы кезде менің эфиріме қосылыңыздар. Енді Жанар Байсеміздің рухани практикасы деген мынандай екі жазбам бар. Менің өз-өзіңді дамыту және өз-өзіңмен жұмыс істеуге көмекші құрал есебінде жүреді. Бұл жерде менің барлық практикаларым, техникаларым, медитацияларым барлығы жазылған. 2018 жылы жарық көрген. Сондықтан карантин біткеннен кейін осы кітаптарымды алсаңыздар болады. Барлық аймақта бар. Және дәл қазіргі уақыттағы бағасы 2000 теңге акциямен. Енді осы кітабымда қарыздан құтылуға байланысты қарыздан құтылу деген жазбам бар екен. Соны сіздерге алдымен оқып кетейін дедім. Содан кейін установкаға кезек береміз. Өйткені мына жерде өте жақсы установкам бар екен. Қараңыздар. Өзіңіз ең басты қарызданбаудың принципі өзің өтей алмайтын қарызға ақша алма, өзіңнің мүмкіншілігіңді қара, қанша айлығың бар, қанша қаражат саған ай сайын түседі, үй шаруасында тұрмысқа қажеттілікті заттар, азық-түлік, соған қанша ақша жұмсайсың және қанша ақшаны ай сайын сен бере аласың. Осыған кәдімгідей нақты көзді жұмбай, нақты прям цифрлардың барлығын алдына қойып, алдымен есептеп алу керек, қарыз алатын жағдайда. Енді біз адам болғаннан кейін бәріміз де қарыз аламыз, ең бастысы сол қарызымызды қайтаратын ниетіміз түсу болсын және жаратушы бізге сондай несібе берсін, қарызымызды қайтаратын. Өйткені адам өлгенде де жаңағыдай молдалар жаназа шығарған кезде ең бірінші сұрайды, қарызы бар ма? Қарыздың кешесіздер ма деген кезде барлығы иә дейді. Қарызы жоқ кешеміз деп айтады. Өйткені бұл өте маңызды. Өйткені бұл қарызды біз ақиретке де алып кетеміз. Осы үшін міндетті түрде жауап береміз. Сол себептен көзіміздің тірісінде қарызымыздан құтылғанымыз өте абыройлы іс. Жалпы бізге мұнда жазып қойыппын, сізге қарыз берген адам сол қаражатты алдын ала белгілі бір нәрсеге жұмсаймын деген мақсат қойды. Яғни бізге шұғыл түрде ақша керек болды. Біз біреуден ақша алдық, досымыздан, туысымыздан, ол изначально бас кезінде сол ақшаны тапқан кезде мен мынандай дүниеге жұмсаймын, мынандай нәрсеге бөлемін, беремін деген сияқты өзіне мақсат қойды. Яғни ақшаның оның қолына түскен кездегі оның мақсаты бар. Алдын ала мақсат қойылған, жоспар жасалған. Сондықтан ол адамда міндетті түрде ондай ақшаны сіз бермесеңіз де, одан да көп сомада ақша түседі. Өйткені оның алдындағы мақсатын жүзеге асыру керек. Ал егер сіздің жағдайыңыз нашарлап, ол қарызыңызды қайтара алмасаңыз, қандай жағдай болады? Бұдан сіз ешқандай да байып кетпейсіз. Бұдан сіздің несібеңіз кемей береді. Ал сіз қарызға алған адамның керісінше табысы көбейе береді. Яғни сіз қарызыңызды бере алмадыңыз ба, мысалы 100 000 теңге дейік, ол адамда 150 000 теңге пайда болуы мүмкін. Өзінен өзі, не болмаса 200 000, не болмаса 500 000. Бұл енді сондай бір мен түсінбеймін бұл нәрсенің қалай болатыны, бірақ бұл міндетті түрде осылай болады екен. Мен өзімде көзім жетті. Жалпы өзім қарыз алған кезде жағдай, не болмаса менен қарыз алған кездегі қалай болды, сол өзімнің көзім жетті. Есімде Атырауда бір қызға мен қарызға ақша бердім. Өзі жалғыз басты әйел. Сосын менен қарызға ақша алды. Мен қарызға ақша бердім. Сосын ол маған 1-2 айда айтты, сол кезде қайтарып берем деді. Бірақ ол қайтарған жоқ және маған хабарласқан да жоқ. Мен қайтара алмай жатырмын, мүмкіндігім болмай жатыр деп хабарласқан да жоқ. Енді қарыз беруші адамның көңіл күйі қандай болады? Енді бір түрлі боласың ғой. Сондықтан міндетті түрде қарыз алған кезде сіз 2 айдан кейін қайтарып берем деп айтасыз ба? 2 айдан кейін қайтарып бере алмайсыз ба? Онда міндетті түрде оған хабарласып
ренжімеш, кешірші, алдыңнан өтейін деп едім, менде дәл қазір ондай ақша болмай тұр, мен саған бірақ міндетті түрде қайтарамын, мүмкіндігім болмай тұр деп міндетті түрде айту керек. Өйткені сіз оған хабарласпаған кезде ол адамда да бір басқаша ой пайда болады, және сізде де жаңағыдай сіздің ол адамның алдында сіз бір кіріптар болып қаласыз да. Не болмаса ай сайын мынандай ақшаны ғана қайтара алам деп кәдімгідей айту керек та, қашпау керек. Телефонға звондаса көтермей қоймау керек, алдында жап-жақсы араласып жүріп жоқ болып кетуге болмайды. Сөйтіп қарызыңызды аз-аздан болса да, егер ол адам оған келіспесе, мысалы 100 мың алып ай сайын 10 мыңнан беріп тұрам дегенге келіспесе, онда ай сайын 10 мыңнан хотя бы өзіңізге соны қалдырып жинап отырыңыз. Өйткені жарайды, ана жақтан ақша түскенде мына жаққа бере салам деп тағы біреуден қарыз алған кезде ол жаңағыдай қарыздың құдығына құлап кетесіз өзіңіз. Бұндай ситуациялар өмірде өте көп. Біреуден қарызға алып біреуге беріп, басқа біреуден қарызға алып анаған беріп, ананы мынаған беріп, сөйтіп жабамын деп, сосын ол адам ең соңында өзінің миы ашып қалады да. Сосын адам депрессияға түседі, стрессқа кетеді, денсаулығы әлсірейді, энергиясы әлсірейді. Сондықтан міндетті түрде қарызыңызды өтей алмай жатсаңыз, ол адамға хабарласып, сол жағдайыңызды айту керек. Енді қараңыздар, сондай бір ғаламдық ғажайыппен сіз ол ақшаңызды қайтармасаңыз да, сізге ақша берген адамның табысы одан сайын көбейе береді, нығметі одан сайын арта береді, ал сіздің жағдайыңыз одан сайын шөге бересіз, одан сайын жағдайыңыз нашарлай береді. Сондықтан бұл бірінші кезекте өзіңіз үшін, өз мүддеңіз үшін өте маңызды. Енді қанша сома алмасын, не деп айтамыз, қалай ниеттенеміз? Ең алғашында қолымызда ақша болмаса да, ең бірінші өзімізге ниет қоямыз. Мен бұл қарызды өтеуге ниет қойдым, мен бұл қарызды беруге ниеттендім. Осылай прям қағазға жазыңыз, және күнде жазыңыз. Қалтаңызда ақша жоқ, ешқандай табыс көзі келмей қалды, тоқтап қалды, неше түрлі ситуация болады, сонда да жаза беріңіз. Ең бастысы ниет. Және осы тұста айта кетейін, таңертең тұра алмайтын адамдарға түнде жататын кезде қанша да жатсаңыз да, таңертең ерте тұруға ниеттендім. Алла, мен таңертең ерте оята көр, аяқ қолымды сау қылып, 12 мүшемді сау қылып оята көр деп ниеттену керек. Осы ниет өте маңызды. Қандай істі бастасаңыз да, алдымен бірінші сіздің ниетіңіз болу керек. Қалай ниеттенесіз, солай сіз соның қайтарымын аласыз. Сондықтан қандай да мақсат болсын, қандай да іс-әрекет болсын, қандай да бір шешуші дүние болсын, ең алғашында ниеттеніңіз, және менің ниетім қандай деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Жалпы дәл қазіргі уақытта менің ниетім қандай? Мен не нәрсеге ниеттендім? Ниет бұл орысша намерение болады. Бұл намерение өте маңызды. Бұрын йогамен айналысқанда біздің тренеріміз Любовь Ли айтатын: дәл қазір жаттығуды бастамас бұрын подумайте, какое ваше намерение. Что вы хотите? Қандай намерение қоясыңдар, қандай ниеттерің қандай деп сұрайтын. Сол кезде мен ойлайтын, так, мен қазір ниетім қандай? Өйткені кейде біз жаңағыдай пендешіл ғұмырда ешқандай ниетке де, еш нәрсеге де жүрегімізді тыңдамай бас салып бастай береміз. Мысалы, спорттық жаттығу болсын, басқа нәрсе болсын, тамақ болсын, біз бірден іс-әрекетке көшеміз. Сондықтан іс-әрекетке көшпей тұрып, бірінші ниетті түзулеп алу керек. Алла, мен ниетімді түзулеп қойшы, менің ниетімді дұрыстап қойшы, мені жарайды, мен физикалық жаттығу жасап жатсам, онда менің ниетім денсаулығымды мықты қылу, сымбатты болу, және энергиямды көбейту дейік, мысалы. Ал егер қарызға байланысты болса, мен осы қарызымды қайтаруға ниеттендім. Бітті, сіз ниеттенесіз, сіз өзіңіздің түйсігіңізге өте алпауыт, мощный сигнал жібересіз. Ары қарай ол жаңағыдай сіздің рухыңыздың жұмысы, түйсігіңіздің жұмысы, санаңыздың жұмысы осылай кете береді. Бұл енді рухани практика байлықтың бастау сабағында осы рух қалай әрекет етеді, подсознание қалай әрекет етеді, осының барлығын мен айтам. Құдай қаласа бір аптадан сабақ болады. Құлақ қағыс ете кетейін. Сонымен, мен қарызымды өтеуге ниет қойдым, ниеттендім деп айтамыз. Одан кейін барып, таңертең тұрып алып, Құдайым-ай, қарызымды қалай қайтарам? Ойбай, не болып кетті бұл заман десеңіз, сіздің қарызыңыз ешқандай да қайтарылмайды, және сізге ақша келмейді. Өйткені сіздің вибрацияңызда, сіздің осы қарыз, Құдайым-ай, қарызымды қалай қайтарам деген сөзде боль, отчаяние, қайғы, мұң, проблема жатыр. Сіз оны позитивті намерение, яғни позитивті ниетке ауыстыру керексіз. Бұл ауыстырмай жатып,
сіз қарызыңызды өтей алмайсыз. Демек, біз бірінші қарызымызды өтемей тұрып, өтей алмай тұрып не істеуіміз керек? Өзіміздің вибрациямызды түзеулеуіміз керек. Вибрация бұл жаңағыдай көз алдарыңызға елестетіңіздерші, толқындар неше түрлі, иә? Мысалы, біз радионы қосамыз, біз білмейміз қалай кеп жатыр, иә? Бірақ сондай толқындар арқылы бізге дауыс келеді. Қазір қараңыздар, Инстаграмды бәріміз қолдан аламыз, бірақ ол қалай жүзеге асуда, біздің видеомыз қалай пайда болады, даусымыз қалай естіледі, ана стористер қалай өзінен өзі жетеді бүкіл парақшаға. Біз білмейміз, иә? Сол сияқты, бірақ біз бұған сенеміз, істейміз, міндетті түрде істей аламыз. Сол сияқты біз вибрациямызды жөндей аламыз, иә? Вибрацияны позитивті ниетке, яғни позитивный намерениеға ауыстыру керек. Қалай ауыстырамыз? Күнделікті айтамыз, не болмаса жазамыз. Бұл маған сөз емес, барлығы реттеледі, Алла барлығын реттейді, Құдай шешеді, мен шешемін. Міне осылай. Біздің установкамыз осы болу керек. Бұл маған сөз емес, иә? Қарызымды қайтару сөз емес деген емес. Просто бұл маған сөз емес. Және бұл сіздің қарызға байланысты ғана емес, өміріңіздің барлық саласындағы проблемаларды, қиындықтарды шешуге, содан сабақ алуға сізді үйретеді. Бұл маған сөз емес. Бәрі реттеледі. Алла бәрін реттейді. Құдай шешеді, мен шешемін. Жазып алыңыздар міндетті түрде. Осыны қайталай береміз. Барлық проблемаға қатысты осы сөзді айтамыз. Ми басқаша жұмыс істей бастайды. Құрбандық өзіңді аяушылық рөлінен өз өміріңе жауапкершілік алу деңгейіне ауысасың. Өз өміріңе жауапкершілік алу деңгейі деген қандай? Сен қарызымды қалай қайтарам, жұмысты қалай табам, ту құдайма қашан жағдайым реттеледі деген жерде сен өз өміріңе жауапкершілік алмайсың. Сен құрбандық рөліндесің. Чувство вины, я, және жаңағыдай өз-өзіңді жертва қыласың, я. Ал енді біз осы сөзді айту арқылы біз өзіміздің өмірімізге жауапкершілік аламыз, яғни біз өмірімізде кездескен қандайда бір қиындықтарды біз сабақ ретінде қабылдаймыз, жаңағыдай бір ғибрат ретінде қабылдаймыз, және соны шешуге біздің бойымызда барлық күш қайрат, біздегі ресурс, біздегі жаңағыдай ақылымыз, деңгейіміз барлығы соған жетеді деген ниет. Осы. Мен өткенде айтқам, мынандай А4 формат қағазға, я, мен өз өміріме жауапкершілік аламын деген сөзді жазып, соны көзіңіз қай жерге түседі, сол жердің барлығына іліп тастаңыз. Бұл енді бір өте керемет жұмыс істейтін техника. Мен өзімнің өмірімде бұны өте көп қолданғам. Барлық жерге шкафты ашасыз ба? Я беру ответственность за свою жизнь. Мен өз өміріме жауапкершілік аламын. Осыны айта беріңіз, және жазып қойыңызда, үнемі миыңызда сол болсын. Осы арқылы біз қандай деңгейге, қандай вибрацияға өтеміз, қандай линияға өтеміз. Өз өміріме жауапкершілік аламын деген сөз, мен құрбандық рөлінде емеспін. Мені аяудың қажеті жоқ. Мен өз өмірімдегі түрлі дүниелердің барлығын, проблеманың барлығын өзім шеше аламын. Және бұдан қандай да бір сабақ аламын, және шеше аламын деген сөз. Тұрмысқа шықпай жатқан қыздар, тағы да басқа проблемасы бар әйелдер, күйеуімен проблемасы бар әйелдер, барлығыңызға универсальная техника, я, міндетті түрде жазып алыңыздар. Мен бұны бүкіл эфирлерімде, лекцияларымда айтамын, тағы да сіздерге айтайын. Мен өз өміріме жауапкершілік аламын, міндетті түрде. Бұл әдісті маған Балиде тұратын әріптесім берген. Баяда мен не болып кетті мынау, қалайша, бұлайша деген жандай өте бір қатты батпаққа батып кеткен кезде мен осы техника арқылы көтерілдім. Универсальная техника және универсалды техника, я, барлық өмірдің барлық жағдайында жүреді және өзіңіздің ішкі иммунитетіңізді, рухани иммунитетіңізді көтереді. Арғарай кеттік. Енді кредитке байланысты арғарай жазыппын. Жиһазды да, телефонды да барлығын кредитке алған біздің ағайындарымыз. Содан кейін барып жігітке кредит алып беру деген нәрсе шықты қазір. Қыздар өздерінің әлі тұрмысқа шықпаған жігіттеріне кредит алып береді, содан кейін барып жылап жүреді. Ол жігіттер ол кредитті төлемейді, басқа қызбен жүріп кетеді, сөйтіп бұл қыздың басы бәлеге қалады. Сондықтан қыздар, тұрмысқа шықпаған қыздар, тұрмысқа шықпай тұрып ол жігітке ешқандайда ештеңе берудің, ақша берудің, кредит алып берудің қажеті жоқ. Өйткені ол сіздің күйеуіңіз емес, өйткені сіздер отбасы емес. Сіз оған еш нәрсеге міндетті емессіз, ол да сізге еш нәрсені алып беруге жасауға міндетті емес. Сондықтан ең алғаш кезінде осы шекараны кәдімгідей анықтап алыңыздар. Сізден кредит алып бер деген жігіт, ол сізге күйеу болуға жарамайды, я?
қажет емес. Изначально бастапқысында ол өзінің қандай екенін көрсетеді. Сондықтан іштей, сырттай нәзік болсаңыздар да, іштей бір берік, болаттай берік, сондай бір мықты, сондай бір өте сильный дейді ғой, сондай болыңыздар, иә. Мына жерде сондай бір хат келіпті, соған байланысты жазыппын. Жаңа үлгідегі телефон үшін кредит алмаңыздар. Айлығыңыз жетпесе, оны көбейтудің қамын ойлаған дұрыс. Казах беспонтов, беспонтовый казах деген установканы бұзу қажет. Ал алдыңыз ба, қабақ шытпай, разылықпен төлеңіз. Мен бұған сұлулық сатып алдым, қажетті дүниені сатып алдым, денсаулық сатып алдым деп миды жұбатыңыз. Я? Зачем сізге жаңа iPhone, жүректің тыныштығына тең келетін дүние жоқ деп жазыппын. Енді осындай өте көп дүниелер бар осы рухани практиканың ішінде, сонымен түсінікті болды, иә. Ал енді кредитті алып қойдық, қарызды алып қойдық, ары қарай не істейміз деген ағайындарға мен жаңа установкаларды айттым, иә. Және ең бірінші бұл біздің ойымызды, вибрациямызды позитивті деңгейге көтеру. Өйткені қараңыздаршы, біз бәріміз осыны білеміз, біз мұңая беретін болсақ, қайғыра беретін болсақ, ол проблеманы біз шеше алмаймыз еш уақытта. Бірақ бізге кейде сол состояние өте ұнайды. Қайғырып, мұңайып, бишара болып, міскін болып, ғарып болып, басқа адамдар ойбу, сен жағдайың қатты қиналып кеттің, ау, ойбу деген нәрсені естігіміз келеді. Өйткені бізге не керек? Внимание, назар аудару керек та басқа адамдардың. И сол состояние бізге ұнайды. Өзімізді өзіміз аяған ұнайды, және өзгелердің бізді аяған ұнайды. Бұны көп адам мойындамауы мүмкін. Менің де өмірімде болды. Мен кейін осыны тауып алдым да, мәссаған деп кәдімгідей таңғалдым. Бізге сол состояние ұнайды да, біз күнделікті соны ойлай береміз. Мысалы, бір жігітке қатты ғашық болған қыз күнде сол жігітін ойлай береді ғой, бірақ ол жігіт хабарласпайды. Сонда да айырылысып кетсе де, иә, мысалы, ол жігітті ойлай береді, сөйтіп өзін одан сайын бишара, сондай бір әлсіз, сондай бір барлық аяу керек состояниеға түсіре береді. Және сол боль тәтті болады. Представляете? Сол боль сондай бір тәтті болады. Соны адам біледі, сол вкусты. Сосын содан айырылмайды. Енді қараңыздар, осындай нәрсені бізге нелер салады. Мысалы, егер қыз бала бір жігітке өлердей ғашық болып, ол жігіт оны тастап кет қалса, ол қыз көз жасын бұлаулап, күнде жылап, күнде соны ойлана беретін болса, шамалы уақыттан кейін жоқ болды, өз-өзімді қолға ұстаймын, бітті, оны ойламаймын деп жатса, біраз уақыттан кейін қайтадан сол адам туралы естеліктер келуі мүмкін. Сол сияқты біздің өткен өміріміздегі кейбір өзімізге ұнамайтын жағдайлар, қателіктеріміз болды, мен жаңа өмір бастаймын дегенде, біраз уақыттан кейін бізге қайтадан сол видеоларды, сол сезімдерді қайтадан бізге әкеледі. Бұл не әкеледі? Бұл жаңағындай тонкие существа деп мен баяғыдан сіздерге айтатын, сондай бір нәзік жаратылыстар, мүмкін бұл жаман рухтар, иә, солар бізге сол біздің памятімізден, жадымыздан сол нәрселерді қайтадан бізге әкеледі. Не үшін әкеледі? Олар содан энергия алады екен, представляете? Энергия алады. Мысалы, бір қыз сол ғашығын ойлап ту деп, мысалы, ты шуып жатасың, ойың барлық жақсы, и ойыңа бір өзің өміріңдегі бір қиын, сондай қатты қайғыратын жағдайың түсіп кетті, жаңа жігітің тастап кеткен дейік, и бірден соны ойлай бастайсыз да. И сол сәтте сен мұңая бастағанда жаңағы нәзік жаратылыстар, не болмаса жаңағыдай жаман рухтар, солар сізден энергия ала бастайды. Энергияңызды сора бастайды. Энергияңыз сорыла бастау деген не? Сізге өмірдің түрлі түсті бояуларының барлығы көрінбей, сондай қарасұр, қап-қара, черно-белый сондай видеолар, чывы кетеді да сіздің өміріңізде. Сосын бірте-бірте стресс, депрессия, одан кейін Құдай сақтасын, адам суицидқа да баруы мүмкін, иә. Сол себептен ең бірінші бұл біздің ниетімізді түзеулеу. Енді сіздерге тағы да бір установка беремін. Барлығын жазып алыңыздар. Сіздер білесіздер, мен біраз уақыттан бері тектану ғылымына байланысты, тектану ғылыммен айналысып жүрмін, соған байланысты ілімдер алып жүрмін. Сол жердегі біздің мұғаліміміз бар. Алдында 2 күн ба, 3 күн ба сабақта болдық. Білесіздер, алдында бөліскенмін, Алия ханым, сол Алия апайдың берген установкасы. Мен онымен сіздермен көп информациялармен бөлістім. Енді қарызға байланысты қандай установка жұмыс істейді? Бұл установканы біздің сол ұстазымыз Алия апай берген,
былай жазасыздар: заман, уақыт, өкімет, туыстарым, барлық адамдар, менің дейсіз де, есімін жазасыз, ақша алған адамды. Алдындағы ақшалы міндетімді уақытында абыроймен орындауға себептеседі. Тағы да қайталап оқимын: заман, уақыт, өкімет, туыстарым, барлық адамдар менің, біреудің алдындағы, есімін жазасыз, алдындағы ақшалы міндетімді уақытында абыроймен орындауға себептеседі. Егер ол банк болса, онда заман, уақыт, өкімет, туыстарым, барлық адамдар менің, қандай банк? Халық банк, Каспий банк алдындағы ақшалай міндетімді десеңіздер болады, уақытында абыроймен орындауға себептеседі. Не болмаса банктың атауын жазып, алдындағы кредитімді уақытында абыроймен орындауға себептеседі. Міне осы установка, сіздерге осы установка аманат. Бұл установканы қалай жазамыз? Сіздер дәптер аласыздар, қазір үйлеріңізде енді бала шаға оқытып жатсыздар ғой, дәптер бар шығар, клетка дәптер болады, торгөз дәптер, сондай торгөз дәптер аламыз. Неліктен торгөз, неліктен клетка? Өйткені біздің миларымызда да клетка ғой, клетка. Сол клеткалық деңгейде біздің мына түйсігіміздегі негативті установкаларды ауыстырады, мына установка. Сондықтан сол клеткаға жазамыз. Клетка болмаса, любой кез келген дәптерді ала беріңіздер. Күнделікті 70 рет жазамыз. Күнделікті 70. Әр күн сайын 70 жазамыз. Және бұны тез жазып тастау емес, соны жазған сайын соны сезініп жазасыз. Как будто шынымен бәрі көмектесіп жатыр, сіздің ақшаңыз өтеліп жатыр, соны 70 рет жазасыз. Жалпы көлемі 500 рет жазу керек. 500 рет, түсіндіңіздер, күнделікті 70, жалпы көлемі 500 рет жазу керек. Және компьютерға емес, телефонға емес, міндетті түрде қолмен қағазға жазу керек. Кредит болсын, қарыз болсын, барлығына осы установканы жазыңыздар міндетті түрде. Тағы да бір қайталап оқиын: заман, уақыт, өкімет, туыстарым, барлық адамдар менің, банк алдындағы, мынандай банк атауын жазасыз, кредитімді уақытында абыроймен орындауға себептеседі. Ақшаңыз болса, заман, уақыт, өкімет, туыстарым, барлық адамдар менің, мынандай атын жазасыз, алдындағы ақшалы міндетімді уақытында абыроймен орындауға себептеседі. Болды, осыны күнде жазамыз. Және бұл жұмыс істемей ма, андай-мындай деген нәрсенің барлығын қоямыз, ниеттенеміз. Бағанағы мен айтқан установкаларды жазамыз, ниеттеніп, сосын осында жазамыз. Сонымен сіздерге міне тапсырма, күнделікті осы арқылы жұмыс істейсіздер. Біреулер айтуы мүмкін, қолында нақты ақшаң болмаса қайдан келеді ол деп. Қыздар, келеді. Әйтеуір бір ғажап үлгіде, ғажап жағдайда ол өзінен өзі келеді, өзінен өзі өтеледі. Сондықтан ең бастысы ниетті жөндейміз және миымызды самопрограммирование жасаймыз, бүкіл біздің миымыз дәл қазір ғалымдар зерттегенде бұрын айтатын еді ғой, мидағы клеткалар жаңартылмайды, бітті өледі, бітті дейтін. Жоқ, қазір айтады, мидағы клеткалар қайтадан жаңарады, қайтадан түзеледі, ол неге байланысты? Ол біздің мимен жұмысымызға байланысты, мида егер біз өмірі жасамаған практикаларды, жұмысты, әрекетті жасайтын болса, онда біздің миымызда басқа нейрондық байланыстар құрылады, Сондықтан бірте ақырындап осыған иланып, ниет артып, осы практиканы жасайық. Міне сіздерге осы жандай водная фразы, мыжып, анау-мынау деп айтудың қажет жоқ. Просто установка арқылы жұмыс істеңіздер, болды. Бұрынғы негативті установканың бәрі кетеді, бұл сіздерге жаңа установка. Ал осымен біздің эфиріміз тамам. Енді сіздерге тағы да бір практиканы осы жолы айтып кетейінші. Мен өткенде бұны 2-3 күн бұрын айтам дегем, бірақ эфир өте ұзаққа созылып кетеді, жандай лекциям ұзаққа созылып кетеді, сосын мен айтып үлгермей жатырмын. Мынандай практика. Бұның енді қарызға ешқандай қатысы жоқ, бірақ бұл біздің өмірімізде алғысты көбейтеді. Алғыс көбейсе, бұл да бізді позитивті толқынға ауыстырады, Біреулеріңіз күлуіңіз мүмкін, бірақ бұл өте жақсы практика. Дәретханаға барғаннан кейін, мысалы, үлкен дәретке отырғаннан кейін, шыққаннан кейін, туалеттен шығасыздар, қолдарыңыздың бәрін жуып шыққаннан кейін, іштеріңізді сипайсыздар да, Алла тағалам, ішімдегі барлық қоқыстың барлығын шығарғаным үшін рахмет, альхамдулиллах деп айтасыздар.
түсінікті ғой, ішімдегі барлық қоқыс, токсин, жаман ойларым болсын, бүкіл қоқыстардың барлығын шығарғаныңа альхамдулиллах деп іштеріңізді сыйпайсыздар, күнделікті істейсіздер. Бұл енді өте алапат техниканың бірі. Бұны біреулер ойлауы мүмкін, бұның қандай қатысы бар? Бұл біздің жаратушы иеге айтқан алғысымыз, біздің шектерімізге дейін жұмыс етіп, біздегі барлық қоқысты, мусорды, токсиннің барлығын шығарып жатқанына, және Аллаға шүкір, біздің дәретханаға өзіміз өз аяғымызбен бара алатынымызға, және біздің сондай бір қажеттіліктерімізді өзіміз өтей алатынымызға, басқа бір медициналық препараттар арқылы емес, және сіздер білесіздер, адамнан жаңағыдай нәжіс уақытында шықпаса, ол да ауру болады, тіпті жаңағыдай үлкен дәрет пен кіші дәреттің өзі шықпай қалатын уақыттар болады адамнан, бұл ауру болады, адамның ішінде жиналады, содан артық салмақ болады, тағы да басқа органдарға зақым келеді. Сондықтан күнде дәретханадан шыққаннан кейін міндетті түрде осы практиканы жасаңыздар. Бұл енді өте күшті практика. Мен бұны жасағаныма өте ұзақ уақыт болды. Бұл сіздердің вибрацияларыңызды өзгертеді, және кез келген ұсақ түйек нәрсені бағалауға, және сол сәтте сіздің бүкіл ішектеріңіздің барлығын жұмыс етіп, тамағыңызды витаминге, басқаны басқаға жіберіп, қоқыстың барлығын жинап, сыпырып, бүкіл ішектеріңізді жуып, тазалап шығып жатқан Алланың сондай бір керемет механизм қылып жасап қойған, соған рахмет айтқызады. Бұл арқылы біздің организмімізде барлық нәрсе өзінен өзі жайдан жай құрастырылмаған, және жайдан жай болмайтынына рахмет айтамыз, алғыс айтамыз. Сондай-ақ біз өмірімізге алғысты көбейтеміз, рухани иммунитетті көтереміз, және күнделікті біздің ағзамыздың тазалануына сол установкамыз арқылы, сол сөзіміз арқылы ықпал етеміз. Сондықтан міне осы практиканы сіздерге ұсынамын. Балаларыңызға да үйретіп қойсаңыздар болады. Балаларыңызға да үйретіп қойыңыздар, осылай іштеріңізді сыйпап, Алла, осы ішімдегі барлық қоқыстың барлығын шығарғаныңа альхамдулиллах деп айтамыз. Өздеріңіз білесіздер ғой, мысалы, ұзақ уақыт үлкен дәретке отыра алмайтын адам бір күн үлкен дәретке барғанда қалай жаны тынышталып қалады. Қараңыздаршы, былай қарасаңыздар, біздің бақытты болуымыз, біздің өзімізді тамаша сезінуіміз сол дәреттің дұрыс жүргеніне де байланысты. Бірақ біз бұны күнделікті өмірде біз бұған мүлдем мән бермейміз. Как будто оның барлығы комбайн сияқты, шынымен өзі жұмыс істеу керек сияқты. Ойлаңыздаршы, оның барлығын өзіміз жасайтын болсақ, біз қандай күйде болатын едік? Біз әрбір ауа кірген сайын оны есептеп отыратын болсақ, так, мына кезде ауа жұтуым керек, мына кезде демалуым керек. Қараңыздар, мен қазір әлі сөйлеп жатырмын, мен бір рет деп демалған жоқ, не болмаса ауа маған кірді ма, шықты ма, демім шықты ма, кірді ма, мен оны қадағалап жатқан жоқпын. Барлығын қадағалап жатқан жаратушы ие, және оның періштелері, біздің дем алғанымызды, дем шығарғанымызды, ішіміздегі барлық қоқыстың барлығы шыққаны, токсиндердің шыққаны, гемоглобиніміздің көтерілгені, иммунитеттің көтерілгені, гормондарымыздың барлығын жұмыс істеп тұрғаны, бүкіл организмнің барлығын жұмыс істеп тұрғаны, бұл Алланың бір керемет механизмі жасаған, және оның періштелері Алланың қалауымен бүкіл біздің органдарымыздың барлығын жұмыс етіп тұр. Представляете? Бүкіл былай айтады, біздің әр көзіміздің жанарымызда әр қайсында 8 періштеден отырады екен. Представляете? Біздің көзімізді алыстан көрсетіп, расфокус жасатып, не болмаса үлкейтіп, не болмаса кішірейтіп, барлығын істеп отыратын, біздің ішкі органдарымыз барлық нәрсені істейтін періштелер екен. Және біз мысалы көшеде келе жатайық, бір нәрсе бізге қарай ұшып келе жатыр, қатты дауыл соғып жатыр. Біз содан қорғану үшін біз ойламаймыз, так, мынау маған ұшып келе жатыр, мен бұдан қорғануым керек деп ойланып үлгерместен, біз қолымызбен былай маңдайымызды ұстап қалуымыз мүмкін, не болмаса былайынан басымызды бұрып қалуымыз мүмкін. Соның барлығын кім істейді, білесіздер ме? Осының барлығын періштелер істейді екен. Сол сәтте сенің басыңды бұрып жібереді, қолыңмен маңдайыңды жауып қалады. Бұның барлығы періштелер. Сондықтан кешегі алдыңғы эфирімдегі періштелерге де сәлем беруді ұмытпаңыздар. Және осы тұста айта кетейін, періштелермен сөйлесу деген менің рухани лекциям бар. Ол жерде ешқандай да жаман басқа дүние жоқ, кереғары дегенім ғой. Сондықтан сол лекциямды ұсынамын. Дәл қазір карантин уақытында 2800 теңгеден ала аласыздар. Соны міндетті түрде алыңыздар. Рухани иммунитетті көтеруге арналған тамаша лекция. Жалпы өзім сол періштелерге байланысты өткізетін кезде өте көп нәрселерді оқып, көріп, тыңдап, өзім енді таң қалдым.
таң қалдым, субханаллах деп айта бастадым. Сондықтан да көзімізге көрінбейтін, мен өткенде айттым сіздерге, кейде біздің көзге көрінбейтін жаратылыстарда барлық ақиқат болуы мүмкін, бірақ та біз оны ақылмен өлшей алмаймыз, ақылмен ойлай алмаймыз, көзбен көре алмаймыз, сондықтан сенбейміз. Біз егер соның барлығын білетін болсақ, біз онда бұл өмірде жалғыз емес екенімізді сезінеміз, және ең басында ниетіміз қандай болды соны білеміз. Сол лекциямды алуды ұсынамын. Ал қымбат оқырмандарым, кірпік далада жатыр. Енді қыздар, бұл фильтр ғой, қозғалған сайын кет қалады кірпік. Мінекей, қараңыздар, көзім қолымнан қарасаңыздаршы. Көрдіңіздер ме, мен қандай сиқыр жасай алам деп па? Ал қымбат оқырмандарым, бүгінгі қарызға байланысты қандай да бір жаңағындай сұрақтарыңыз бар ма? Эфир ұнады ма, пайдалы болды ма сіздерге? Так, біз қаншада бастадық жаңа? Эфирдің уақыты болып қойған жоқ па екен? Запросқа байланысты кешке қарай жұмыс істейік. Мен көріп тұрмын запрос жіберіп жатқандарыңызды, бірақ қандай сұрақтарыңыз бар, соған жауап берейін. Қайдан алам, сторисқа салыңызшы. Нені қайдан аласыздар? Лекция бойынша сұрақ болатын болса, жекеге маған жазып нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Не болмаса, менің сторисімді қарасаңыздар, сол жерде телефон барлығы жазылған. 2800-ге қанша сабақ аламыз? Бір сабақ аласыздар. Қыздар, ол басында оны бағасы жоғары болған, ол 2800-ден өте көп еңбектенген дүние, ол қазір карантинге байланысты 2800 теңге. Ал 4 лекция алатын болсаңыздар, оның бағасы 8000 теңге болады. Әрқайсысы 2800 теңгеден. Әйел магиясы, тұрмысқа шығу үшін әрекет ету керек. Қалай? Сондай-ақ мақсатқа жетудегі сиқырлы техникалар, Құдай ұмытшақ па, немесе тілегім неге орындалмайды деп аталады. Так, мен бүгін пост жазған жоқпын, кешірім сұраймын, таңертең түк жазуға ниетім болмады, шын айтайын. Сонымен кешегі постқа байланысты, тұрмыс құрмаған қыздарға байланысты мен 3 адамды таңдаймын деп айтқанмын. Сол 3 адамды таңдап, 3 адамға тұрмысқа шығу үшін әрекет ету керек қалай деген лекциямды тегін сыйға беремін. Осы эфир аяқталғаннан кейін келесі эфирде сол туралы айтамын. Жарайды, көп рахмет сіздерге, қымбат оқырмандарым. Қарызға байланысты барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Кеше сіздер бәріңіз қарызға байланысты сұрадыңыздар, сондықтан бүгін айтып тұрмын. Осындай әңгімені бұрын естіген сияқтымын. Естісеңіз, естіген шығарсыз, Тағы да естісеңіз, ол егер сізге қажет болса, ол артық емес деп ойлаймын. Мен енді бұны қыздар осындай бұрын естіген сияқтымын деген нәрселерде менде мынандай ой пайда болады да, мен біреуден көшіріп алып жазған сияқты. Шынымды айтайын, мен өзім журналистпін, сондықтан менің өзімнің практикамда бұрын қанша сюжет жазсам да, текст жазсам да, біреуден көшіру деген мен үшін ол деген позор. Мен үшін бұл нәрседен артық жаңағыдай позор жоқ. Мен еш нәрсені көшірмеймін ешкімнен. Егер көшіріп жазатын болсам, онда менің өзімнің идеям қайда, онда мен өзімнің басым қайда, не үшін бүкіл практикалардың барлығын біреуден көшіріп алатын болсам, оның ешқандай да күші болмайды. Мүмкін шетелдің, орыстың адамдарынан алуымыз мүмкін, бірақ та мен постты ешқашанда біреудікінен тура алып көшіріп жазу деген жоқ, аударып. Мен посттың барлығын өз ойымнан жазам, және мына кітаптағы дүниелердің барлығы менің өзімнің шығармашылық жұмысым. Осыны айта кеткім келеді. Сондықтан сіздерге де сондай түсіністікпен қарауды сұраймын, өйткені жалпы журналист болғаннан кейін бұл нәрсе маған өте ұятта, осындай нәрсені есту. Мүмкін сіздің ойыңыз басқа болған шығар, кешірім сұраймын, егер мен басқаша түсінсем. Сіз алтын тәжді ұстазым, ақпарат үшін рахмет жаным. Рахмет, сіздер ұстаз деп айтқан сайын мен шын айтам, өте қатты ұялым. Осы мақтауларыңыздың барлығын жаратушы иеге және өзімнің рухани ұстаздарыма бағыттаймын. Көп рахмет сізге. Қарыздан құтылуға байланысты бұған дейінгі эфирлерімде де өте көп айтқам, YouTube-тан көріп алсаңыздар болады. Күнде сағат нешеде шығып жүрсіз? Күнде сағат 5-5:30 шамасында эфирге шығамын. Алдыңғы эфирлерімді YouTube-қа сақтадым, тек қана кешегі ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы күйеуді шабыттандыруға байланысты YouTube-қа салған жоқпын.
Қарыздан құтылуды күніге бір сөзді 70 мәрте жазамыз ба? Иә. Өте дұрыс түсіндіңіз. Қандай кино көруге кеңес бересіз? Дәл қазір мен өзімнің телеграм каналыма поиск деген киноның сілтемесін салып қойдым, көріңіздер. Поиск деп аталады. Телеграм каналыма кіріңіздер. Ол үшін менің профилімде YouTube'тың суреті тұр, телеграмның суреті тұр. Сол телеграмды бассаңыздар, автоматты түрде менің телеграм каналыма кіресіздер. Сол жерде барлық фильмнің ссылкасы барлығы бар. Ал YouTube каналымда бұрын болған эфирлерімнің барлығы сақталған. Кірген кезде міндетті түрде маған тіркелулеріңізді сұраймын және лайк қоюларыңызды сұраймын. Өйткені кері байланыс оның барлығы маңызды, қымбат оқырмандарым, және посттарыма да лайк қойып комментарий жазуларыңызды сұраймын. Кейде мынандай бір адамдар болады екен, барлығын оқиды, қарайды, бірақ та маған жазылмаған. Менің ойымша бұл нечестно, бұл әділетсіз деп бұл нечестно. Өйткені бір адамнан информация алатын болсаң, сол адамға міндетті түрде жазылу керексің және оған лайк қойып, хотя бы ең болмаса иногда бір комментарий жазып тұрған дұрыс қой, қыздар. Біреуден ала бергеннен гөрі берген де дұрыс қой. Ал сіздердің беретін дүниелеріңіз маған сіздердің ниеттеріңіз, әрине сіздердің жақсы сөздеріңіз, тілектеріңіз және сіздерге сол менің айтқан практикаларымның көмектескендігі, сондай-ақ лайк пен комментарийлар. Рахмет. Великолепное унижение әлі біткен жоқ, соны жазуға шабыт болмай жүр. Жазамын, Құдай қаласа. Кешегі эфирді YouTube'қа салмадым, өйткені ол эфир өзіме аса ұнамады. Жоқ, айтқан нәрсемнің барлығы дұрыс, бірақ кішкене ұнамады әйтеуір. Кейін тағы да дұрыстап өткізем. Жарайды, қымбатты оқырмандарым, көп рахмет сіздерге. Мына эфирді YouTube'қа салу үшін жаңағыдай мусор қоқыс сөз өте көп болып кетпес үшін, қазір осы жерден аяқтайын эфирімді, водные фразы болып кетпес үшін. Тағы да сіздер өте көп сөйлейсіз, бір сөзді 100 рет айтасыз демес үшін нақты практикаларға құрылған осы дүниемді салып қояйын. Бұны енді кесіп жатуға уақыт тапшы, оның үстіне оны істей алмаймын өзім. YouTube'да мені көрген оқырмандарым болса, түсіністік танытуларыңызды сұраймын. Бәріңізге бақыт тілеймін. Қош сау болыңыздар. Қазір келесі эфирде тұрмысқа шығу үшін әрекет ету керек қалай деген лекцияма 3 адамға тегін жолдама беремін. Жақсы сау болыңыздар.